Біз ББ-100 тобы тәрбие сағатының тақырыбы туризм және спорт саласы бойынша Қыран спорт клубына сұхбат алуға келіп тұрмыз. Ендеше кеттік. Саламатсыз ба, Жандос ағай? Біз МГТК колледжінің студенттері едік. Тәрбие сағатының тақырыбы бойынша сізден сұхбат алсақ болады ма? Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Әрине болады. Біз МГТК колледжінің бастауыш білім беру тобының бірінші курс студенттеріміз. Біз бүгін Қыран спорт клубындамыз. Біздің жанымыздағы жаттықтырушы спорт шебері Жандос Қалабай. Біздің студенттеріміздің сізге сұрақтары бар. Сұрақтардың бірі, неге бұл спорт саласын таңдадыңыз? Бұл спорт саласы өзіме қатты ұнады. Жалпы негізінен еркін күреске қатысқан, бірақ енді дзюдо күресі өзінің ерекшеліктерімен қатты ұнағасын осы спортқа келдім. Біздің тағы да бір сұрағымыз, сіздің негізгі бітірген мамандығыңыз қандай? Мен жалпы негізгі бітірген мамандығым жалпы кип мамандығы, кипия дейтін. Бірақ мен қазір ол салада жұмыс істемеймін, яғни өзім осы бала кезден еңбектеніп келе жатқан спорт саласында дзюдо үйірмесінің жаттықтырушымын Қазақстанда. Ал келесі сұрағымыз, неше жасыңыздан бері спортпен айналысасыз? Дзюдо үйірмесіне 9 жасынан келген. Қазір жалпы 13 жыл айналып жатқаныма. Келесі сұрағымыз, алғашқы жеңісіңіз қандай? Жалпы